Қайырлы күн баршаңызға. Құрметті қонақтар, баршаңызды бүгінгі ерекше кездесуде көргеніме өте қуаныштымын. Есімім Марна, фамилиям Жұмахан. Яғни жалпы бүгінгі зумда сіздерге жаңағы компания жайлы күнде естіп жүрсіздер ғой, иә? Яғни тек қана компания емес, бұл жерде жалпы адамдардың өмірін өзгеріске әкелген үлкен мүмкіндік туралы таныстырмақпын. Егер сіздерге қосымша табыс, қаржылық еркіндік немесе денсаулығыңыздың жақсартуын жолын іздеп жүрсеңіздер, онда бүгінгі презентация сіздер үшін жаңағы сіздерге арналады. Сондықтан да қазір жалпылама түсіндіріп кетем. Одан кейін жалпы маркетинг туралы қысқаша жалпы презентация деген не ол? Презентацияда қалай жүргізуге болады, және оны қалай сенімді түрде жүргізуге болады, сол туралы қысқаша түсіндіріп кетем. Одан кейін соңында сұрақтарыңыз болса қоя жатарсыздар, иә? Мен айтар едім, сет деген не? Жалпы бұл, былай айтқан кезде жарнама, иә? Реклама жасау, сіз қалай қолыңыздан реклама жасау келеді, былай айтқан кезде сатудың бір түрі, иә? Сет арқылы. Енді сіздер мысалға күнделікті де өмірде сет саласында жаңағы көбісі сұрасаң айтады да, ой, сетевой менікі емес, сетевойдан қорқамын деген сұрақтар көп кездеседі. Шыны керек, мен негізгі мамандығым жаңағы мұғалім. Бірақ мұғалім болғанымен социальный педагог деген сала бар, сол саланы жасап жүргеніме уже 20 жыл болды. Ол балалардың әлеуметтік жағдайына байланысты, иә? Жаңағы социальный педагогты жасап жүріп, қарап отырсаңыздар, айына где-то 300 мың, 320 мың сондай алып отыратын. Бұл салаға жаңағы 2019 жылы жаңағы айтқан қаржы жетіспеушілігінен сетевой саласына келдім. Енді қараңыздар, ол кезде 3-ші баламен отырамын, оған дейін ешқандай мүмкіндік болған жоқ, қосымша жаңағы табыс табуды 3-ші балада отырған кезде бір где-то 600 мың ба, 700 мың ба қарызым болды басында. Сол маған мүмкіндік берді да, өзім үйде отырдым баламен, 3-ші баламен. Сол кезде неге үйде отырып алып қосымша жұмыс жасамасқа деп Инстаграмды ақтара бастадым. Сол кезде Инстаграмнан үйде отырып сабақ беріп қосымша табыс табу деген мүмкіндік келді. Сөйтемдағыны соны баспана WhatsAppпен өткен кезде маған айтты, сіз сабақ бересіз деді. Сол кезде қазіргі жаңағы матрица екен ғой, сол кезде түсінбегенбіз. Сабақ бересіз деді, сабақ беру болса, оқушыларға да беріп отырмын ғой, бере алам деген маған ой келді да, сразу мен ол мүмкіндікті қабылдадым. Жаңағы счеттары аресте, сөйтіп жаңағы матрицаға кіру үшін 3000 теңге жоқ, сестренкамнан сұрап алам, 2 күннен кейін қайтарып берем дейм, сестренкам салады, содан сол матрицаға кірем. Содан не керек? Ол кезде опыт жоқ, адамды қайдан табам деген сұрақ любой адамға келеді. Бірақ мен 2 күн күттім, 2 күн күткен кезде маған ешқандай да ақша түскен жоқ, ештеңке де болған жоқ. Сосын ана кісіден сұрамайын ба, неге мен ақша алмай жатырмын десем, сенің командаң әлі толыққан жоқ дейді. Ол қашан толығады десем, сен адам жаңағы шақырға, ал мен адам шақырамасам деген, ол кісі айтты ғой, өзім көмектесем деп. Сіз қай уақытта көмектесесіз десем, менде 15 адам бар дейді. 15 адамның сен менің 15-ші адамысың деді. Былай айтқан кезде 15 адамның командасы әрқайсысы Алтаудан толығу керек деді. Сонда мен түсіндім, маған жету үшін 90 адам керек екен. Сөйтіп отырған кезде ол матрица жабылып, жаңадан жаңағы жилищный проекті келді. Біз соған кірдік. Ол жерде 5 айда 150 мың доллардың товарооборотын жасадым. Үй көрген жоқпын, азанда кетем, кешке келем. Одан кейін не только Алматы регион жағалап жүріп, 8 айлық баламды тастап, регион жағалап жүріп жасадым, команда құрдым. 5 айда жеткен 150 мың долларым, яғни внутрянкамен қалып кетті. Бұлай айтқан кезде компания жабылып қалды да, сонымен
менің негізгі мақсатым сетке келгенде жаңағы 600 мың қарыз, жаңа 2 миллиондай болып кеткен ғой, сол қарызды жабу болды ғой. Мен ол қарызды жапқан жоқпын, мен керісінше үйді қуалап кеттім. Ол үйімнің нақты мақсат жоқ, үй алсам болды деп жүрген кезде аналық махаббатты ұмытып қарап отырсаңыз, балдарым қараусыз қалды. Үй болса да жиналмайды, үйде қараусыз тамақ пісірілмейді. Әйтеуір азанда істеп кетем, соны кешке нянкам болды. Сол нянкам береді, сөйтіп жүріп қарап отырсаңыздар, не үй жоқ, не қарыз жабылған жоқ, 150 мың долларға ұтылдым былай айтқан кезде. Содан кейін мен сетевой әлемін менікі емес деп жаңағы бір аяғым мүлдем істемей қалды. Сөйтіп жүріп бады ішіп, ананы ішіп, мынаны ішіп, әйтеуір бір где-то 500 мың ба ай сайын 2,5 миллион кетті. 2,5 миллион кетті бір айдың ішінде. Одан кейін тағы келесі айда 500 мың кетірген кезде уже ақшаның барлығы қарап отырсаңыз емге кетті. Сөйтіп жүргенде қай бадыдан жазылғанын білмеймін, бір аппарат алдым. Сол аппараттан болды ма 3 күнде аяғым жүрді. Ол жерде қарап отырсаңыздар, мен вообще жүре алмайтынмын. Диклопенак деген аптекада дәрі болады, біле білсеңіздер, сол уколдың күшімен ғана жүрем. Егер оны салдырмасам, кәдімгі ішіп алған адамдар сияқты қалтырап, дірілдеп сондай болды да, қарап отырсаңыздар. Тура солай сөйтіп жүрген кезде болды, мен сет әлемін қойдым дедім. Дархан мырза, білесіздер, ол кісі көп мынау не жасамаған, былай айтқан кезде сет саласында көп жасамаған, ол кісі де традиционный бизнеспен кеткен, бірақ ол кісі де не іздеп жүрді, ол кісі де мүмкіндік іздеп жүрді. Ол кісі бір компанияны айтты, компанияны айтқан кезде мен жоқ, ол компанияға бармайын деп айттым. Тура сол маркетингті как раз Сайрагүл ханымға айтайын деп Дархан мырза звондаған кезде, Сайрагүл ханым как раз Қытайға осы Жимун корпорациясымен кетіп жатады. Сонымен Дархан мырза, мен де барам дейді, онда мен де көрем дейді. Сөйтіп тағыны бірге барып келіп, бір күн 31 сентябрь айында ма, или сентябрь, барғаннан кейін 2 күннен кейін, сентябрьдің аяғы ғой, сол кезде маған звондайды, Арна, сен ештеңке бастама, себебі мына жақта күшті маркетинг. Сосын мен күлдім. Сіз күшті маркетинг деп айта бересіз, өткенде де күшті маркетинг деп айтып едіңіз ғой деймін дағыны, мен ұсынысты былай айтқан кезде қабылдамаймын. Содан қыздар бар, подружкаларым. Содан Дархан мырза қайта звондайды, Сайрагүл ханым звондайды. Сөйтіп жүрген кезде мен бүйтіп айтам, жақын жерде қыздарға барып көріңдерші маркетингті деп айтам. Маркетингті барып көреді, олар маған айтады, осындай 60%-ке дейін рефералкадан түседі дейді. Сонда маркетингті түсінбегенімнің арқасында қарап отырсаңыздар, бір ай жоғалттым. Сонымен айтам, егер ол тек қана рефералкадан түсетін болса, онда біз кешке дейін сатушы болып кетеміз. Адамды қаяқтан таба береміз? 49 миллион 500 мың деген өте көп сума болды да. Адам айтып отырмын ғой, бір байлыққа бір нәрсеге келетін кезде жаңағы адам бірінші миы сену керек қой, біз ол кезде не істеген жоқпыз, сенген жоқпыз. Сосын мен айтам, онда құр рефералкадан табатын болса, онда ол өте қиын маркетинг деп айтамдағыны, ары қарай естімеймін, көрмеймін. Содан матрицаны ары қарай жалғастыра берейін деп адам іздеп жүрмін ғой, қарап отырсаңыздар. Ол кезде түске дейін жаңа социальный педагогын жұмыс жасаймын. Сөйтіп жүрген кезде 2 аптадан кейін ғой деймін, Дархан мырза қайтадан звондады деп. Сосын мен айтам, сіздерде тек қана рефералка адам ғана түседі, ол қашан адам жинап жүреміз деген кезде, сен Арна дұрыс түсінбегенсің, қайтадан маркетингті талдауға кел деді. Содан шақырады, сосын қыздарым бар ғой, мен қыздарға айтқан болатынмын, сендерде де керемет команда жоқ, менде де керемет команда жоқ, өйткені мен де 4-5 жыл сеттен қолымды үзіп кеттім. Олар да мысалға жаңағы бұл жүргенімен бір керемет сол кезде ұсыныстар болмағасын, оларда еш жерден ақша таппай жүрген. Сосын мен оларға айтам, давайте бірігіп бастайық, не тапсақ та деп. Содан ол 2 қызды қайтадан шақырып алам да, давайте қыздар барып, қайтадан маркетингті естейік, біз дұрыс түсінбеппіз деймін. Сөйтіп барамыз, барған кезде, уже ол кезде 20 күн өтіп кеткен арада.
20 күндей өтіп кеткен. Барған кезде жаңа қыздар біреусі былай айтады да, мен айтамын да қыздарға, бірінші мен тұрайын, одан кейін менің астыма тағы біреуің тұр десем, или бірінші біреуің тұрыңдар, ортасына мен тұрайын, одан кейін қайтадан сендер тұрыңдар десем, жаңағы бір алып барған қыз мені басқа кісі шақырды, жаңағы соған кірем дейді да. Онда мен тұрайын, онда сосын барып сіз менің астыма тұрыңыз, сіздің астыңызда жаңа екінші подружкам тұрсын десем, ол кісі жоқ, мен ол кісінің астына тұрайын дейді. Ал екінші рет барған подружкам, ол басқа кісінің астына барам дейді да. Сонымен ана жерде мен тұрамын да, ашуланып тағы да кетіп қаламын ғой, қарап отырсаңыздар. Сонда айтайын дегенім, сонда ортада бір ай өтті, бір айдан кейін, бір ай 10 күннен кейін Дархан мырза хабарласып, товарлар келіп жатыр, 20% не береміз, Сайрагүл ханым екеуі айтты, 20% скидкамен береміз, сен 20%, мен тиктоктан товар сататын болған сол кезде, сен сатып бер, 20% береміз дейді. Онда ең бірінші сұрағым, аздыратын өнім бар ма деп сұрайым. Аздыратын өнім бар деген кезде мен барып аздыратын өнімге барам. Сөйтіп аздыратын өнімді маркетинг тыңдамаймын, бірақ ол кезде маған спрейді сеуіп береді бетіме. Спрейді сеуіп береді, спрейді 3 рет сепкен кезде менің бетім көтеріліп қалады. Содан мен қарап отырсаңыздар, еще сол барған кезде уже бір айдан асты ғой. Сол кезде Сайрагүл ханым күндігіне 880 мың тауып жатты, Дархан мырза 440 мың тауып жатты. Сонда мен түсіндім, яғни қарап отырсаңыздар, бір айда жарайды 880 мың алмай-ақ қояйын күндігіне, қарап отырсаңыздар, сол кезде мен бір айда 440 мыңда тапқан жоқпын ғой. Сонда түсіндім, адамды шешімді дер кезінде қабылдап үйрену керек екен. Егер сен өзіңе ұнап тұрма, маркетинг ұнап тұрма, жүрегіңе жатып тұрма, сол шешімді дер кезінде деген нәрсені қабылдау керек екен да. Мен сонда бір ай 10 күнде жоғалтқан нәрсем, ол менде жаңағыдай ақшадай болды, жарайды енді. Содан алдым, спрейді сепкен кезде бетім көтеріліп қалады, соны действительно товардың мықтылығын көремді, сразу түнгі сағат 12-де қоям, таңертеңгі 6-да Шымкентте. Менде жаңа айттым ғой сіздерге, сетевой саласын жауып не істеген кезде, соны қабылдады ма Алла тағала, сол кезде сол номерім блокқа түсіп қалады да, ашылмай қояды ғой. Содан осы кейінгі номерімде, сол кезде 2 номер ұстайтын, бірақ номерді көп адам білмейтін. Сол кезде жаңағы Шымкентте бір кісінің номері қалып қойыпты, статусында бірінші сол қарап, арна мынау не, маркетинг бар ма дейді. Маркетинг бар, осындай деп жаңағы айтсам, сен бармайым деп едің ғой дейді. Мен айтам, мен өзім үшін товарды қолдану үшін деп айтам. Сол кезде алады дағыны азанғы сағат 6:30-да 4 адамға маған ақша жібереді. 4 адамға ақша жібереді, ең кішкентай пакетпен. Bir күнде мен қарап отырсаңыздар 20%-ке көтеріліп кетем. Сол кезде мен түсіндім, яғни бұл жерде ақша бар екенін. Және как раз сол моментте менде мамамның жаңағы 75 жылдық тойы болды да, сол 75 жылдық Жаңақорғанда жасады, сол жаққа кетіп бара жатқан болатын как раз. Сөйтем дағыны, сол жаққа кетіп қалам, кетіп қалғаннан кейін кетіп бара жатып, подружкаларым бар, 3 подружкам. Сол 3 кісіні айтамда, бірінің астына бірін қойып берем. Өйткені общий таныс болдық та, екінші жағыма қоям ол кісілерді. Сөйтем дағыны, содан мен жаңа бір апта Жаңақорғанға барып, тойды өткізіп, келгеннен кейін қарасам 30%-те тұрмын. Және де сол жерде менде 38-40 мыңның көлемінде ақша түсіп тұрды. Сол кезде түсіндім, бұл жерде рефералка бір ғана адамнан емес, оның адамдарынан да төленетінін. Өйткені жазғаным 2 адамнан. Содан не керек? Бастап кеттім. Мен қазір қыздарға да айтамда, сендер бақыттысыңдар деп айтам. Біздің кезімізде қарап отырсаңыздар, товар болған жоқ. 1,5 айлап күттік. Одан келетті складтан жан-жаққа жібереміз, соның өзінде мен таспақа болып отырып, 5 айда 60%-ке жеттім.
мен үнемі айтам ғой, тасбақа болып отырып 5 айда мен жеткен кезде сіздерде қазірде презентация айтатын адам бар. Күнделікті офисқа барсаңыздар да презентация айтып жатыр. Одан кейін товар складта толып тұр. Және де жаңағы барлық мүмкіндіктер жасалған, сіздерге 2 айда жетуге болады деп айтам. Егер сіздер шынымен ақ мұқтаж болсаңыздар ақшаға, шынымен ақ сіздерге ақша керек, немесе денсаулыққа келген болсаңыздар, қандай болса да, бірақ денсаулыққа келген адамның өзі мына жерде ақша көп екенін қарап отырып, яғни жұмыс жасап кетіп жатыр, иә. Сонда мен айтам, сіздерде өте үлкен мүмкіндік бар, презентация айтатын адам бар, Zoom бар, бәр система қойылып келе жатыр, Аллаға шүкір. Енді Алла бұйыртса, уже басқа мемлекеттер ашылып жатыр, сіздерде өте мүмкіндік көп. Сондықтан да сіздер күндігіне 1-2 миллион, жаңағы айына 1 миллион, 2 миллионды ойнап тұрып сабуға болады. Енді сіздерге жаңағы қысқа жалпы айттым, енді презентация туралы айтайын, иә. Енді қараңыздар, жалпылама мен адамдарға айтам да, ең біріншіден кез келген адам келген кезде барлықтарыңызға айтатыным, презентацияны берген кезде, мысалға, сіздер келесіздер ғой, бірінші күннен бастап сіздерге презентацияны жақсылап жаттап алу керек, иә. Ол міндетті түрде сіз компания туралы, хотя мен сізге айтпаймын, ой, жаңа 1 сағат презентация, 2 сағаттық презентацияны жаттап алудың қажеті жоқ. Сіздер қысқаша өнімдер туралы, 1-2 өнім туралы, немесе 3 өнім туралы қысқаша айтып, отзыв, қазір білесіздер, отзыв өте көп. Яғни бір карандашпен де бір мемлекетті ашуға болады, бір спреймен бір мемлекетті ашуға болады, бір өніммен де бір, немесе біздің крем, шуда креміміз өте керемет жақсы өткізіп жатырмыз ғой қазіргі кезде. Сол шуда креммен де мықты жасауға болады, иә. Енді қараңыздар, Жимон корпорациясы туралы жақсы білесіздер, 33 жылдық тарихы бар. Маған ұнағаны 33 жылда небәрі 22 ғана өнімнің болғандығы. Яғни бұған қарап отырып, Жимон корпорациясы, яғни санға емес сапаға жұмыс жасайтынына көздеріңіз нақты жеткізуге болады. Оны сенімді түрде айта аласыздар. Енді қараңыздар, сенімді түрде сіз презентацияны, сенімді түрде маркетингті айтатын болсаңыз, сіз мүмкін товар туралы қызықтыра аларсыз, немесе маркетинг туралы. Мысалға, сіз егерде товарды жақсы айтатын адам болатын болсаңыз, көбісі айтады да, мен сіздер сияқты сөйлей алмайын деп, біздің барлығымызда бұл жерге келген кезде бірден сөйлеп кеткен жоқпыз ғой. Басында барлықтарымызда кішкене нелеу болады, қобалжу болады, адамдардың алдына шығуға. Енді жаңағы содан кейін барып, тура сол сияқты сіздерге де айтарым, яғни бірден ешкім сөйлеп кете алмайды. Яғни ұялмаңыздар, сахнаға шығудан ұялмаңыздар. Сіздерге айтатыным, если сіз 40-50%-дағы партнер болатын болсаңыз, немесе 20-30%-да бүгін келсеңіз де, сіз 2-3 күннен кейінде Алматыдағы конференцияға, немесе жаңағы кез келген қай қалада болсаңыз да, офисқа барып сабақ өткізуге мүмкіндігіңіз бар. Бірақ ол үшін ең бірінші сіз компания туралы қысқаша білуіңіз керек, одан кейін сіз презентация, жаңа маркетинг туралы нақты білуіңіз керек. Мысалға, Сайрагүл ханым айтады ғой, қарап отырсаңыздар, ол кісі маркетингті де айтпайды, ол кісі яғни товар туралы да айтпайды, ол кісі өзіне өзі сенімді адам, өзіне өзі қанша ақша таба алатынын сенімді адам, ол кісінің ойы былай айтқан кезде ашық. Сондықтан да ойды шектемеңіздер. Қанша, мысалға, кейбіреулерге айтады, өткенде бір кісіден сұрақ қойып жатырмын да, қанша табыс тапқыңыз келеді десем, 150 мың теңге дейді да, сосын мен тұрдым дағына, 150 мың теңге ай сайын сізге жете ма дедім. Сөйтіп, не аласыз оған дедім. Бірінші сұрағым сол болды. Сөйтсем, ол қыз ғой, енді келіншек қой, жас келіншек, оказывается 5 жыл бойы
үйде баламен отырған келіншек екен да, сонда қарап отырсаңыздың ол кісінің ойы шектеулі болған соншалықты күнделікті күнкөріске, нанға, памперске жетсе болды деген ойда ол кісіде, басқа артық ақша ойлай алмайды. Сонда бүйтіп отырдым дағыны, сосын сұрақ қойдым ол кісіге, сізге 150 мың бердім қолыңызға, неге жеткізесіз дедім ше, бірінші не аласыз деген сұрақ қойдым да. Сонда қарап отырсаңыз, сол 150 мың теңгенің өзін жарата алмай 30-40 мың қалып қалды ол кісіге ше. А мен сіздер егер де көп ақша табатын болсаңыздар, мысалға, сіз бірінші қазіргі нақты қанша ақша тауып отырсыз, соны 3 еселеп алыңыз. Осы айда 3 есе табамын деңіз дағыны, нақты маркетингке салыңыз. Жалпы презентациядағы айырмашылықтарды айтайын. Ең бірінші, сіз компанияның артықшылығын біліп алыңыздар. Егер сіз кез келген адам презентацияға келіп отырған кезде, сіз ең бірінші сұрағыңыз, презентациядан ең бірінші өткізу, ең бірінші өзіңізге сеніңіз. Презентацияда ең маңызды нәрсе, мен сіздерге презентацияны өткізудің сенімді 5 қадамын айтамын. Жазып алсаңыздар да болады, түртіп алсаңыздар да болады. Бірінші, өзіңізге сеніңіз. Презентация ең маңызды нәрсе. Егер өзіңізге деген сенім барлығын жатқа білу міндетті емес, ең бастысы сенімді сөйлеп, күлімдеп, шынайы болатын болсаңыз, онда сіздің презентацияңыздың бірінші қадамы өтеді. Енді мен қазіргі кезде маркетингті талдап көрсетем қазір, маркетинг талдап үйренгелі бері кез келген компанияның лидерлерімен кездесіп, ол лидерлердің бір ой тастап кетем. Мен қандай адамдарды ала алмаймын. Мына жерде командам отырса біледі, командада мен мысалға презентацияға барам ба, міндетті түрде, может 40 минут берем, может 20 минут, может 1 сағат берермін, бірақ ол презентацияда міндетті түрде нәтиже шығарып, менде мысалы күніне 3 презентация өтетін болса, жоқ дегенде соның 2-еуі міндетті түрде тіркеледі. Қарап отырсаңыздар, ол глубина ма болсын, мен күнде жоқ дегенде 2-3 адам келіп тіркеліп жатыр. Аллаға ол да мыңда бір шүкір. Енді қараңыздар. Енді бұл жерде мен сенімді түрде айтам. Мен Жимон корпорациясының ең бірінші презентацияда айтатын нәрсе, өзімді таныстырғаннан кейін, өзімнің кішкене жаңағы осы жердегі нәрселерді айтқаннан кейін, ең бірінші айтатын нәрсем презентацияда Жимон корпорациясы туралы айтамын. Жимон корпорациясының мен сіздерге артықшылықтарын айтайын. Не себепті Жимон корпорациясын былай айтқан кезде кез келген адам Жимон корпорациясын таңдау керек. Жимон корпорациясының ең бірінші айырмашылығы мен сіздерге айтайын. Жимон корпорациясында өнім мықты. Яғни бұл парафармацевтика, БАДы емес. БАДы кез келген компанияда бар, ал Жимон корпорациясының өнімдері парафармацевтика. Енді қараңыздар, парафармацевтика деген не ол? Парафармацевтиканың БАДыдан айырмашылығы, БАДы, яғни сізде жоқ нәрсені қалпына келтірмейді. Ол бар нәрсені сізде ұстап тұрады. Ал парафармацевтика ол сіздегі жоқ нәрсені қайтадан қалпына келтіреді. Мысалға бүйтіп айтам. Бізде жас келген сайын деймді, көз көрмеушілік басталады, минус плюс, яғни жүре тұра, былай айтқан кезде нерв тамырларының қысылғанынан, нерв тамырларының суық тиюінен, яғни көз көрмеушілік басталады деп айтам. Енді қараңыздар, сол кезде сіз егер Жимон корпорациясының қарандашын қолданатын болсаңыз, Жимон корпорациясының қарандашы ең бірінші катаракт, глаукома, кассаглазия деген сияқты, яғни ол туа бітті болса емдемеуі мүмкін, ал қалған кейін жүріп пайда болған, яғни аурулардың барлығына көмектеседі, яғни жақсаруына деп бірінші айтам. Мысалға мен айтам, адамның организмі әртүрлі деп айтам да, сол организмге қарай біреулер айтады, қай уақытта қалай не істейміз дейміз да. Енді сол кезде мен айтам, бұл
адамның организмі. Сіздің организміңіздің қаншалықты мықты екенін, қаншалықты слабы екенін мен көрмей, білмей ештеңке айта алмаймын. Бірақ біздің өнімдер бір флаконның өзі сізге 2% болса да көмектеседі. Ал егер сіздің жағдайыңыз нормально, жақсы болатын болса, онда бір флаконның өзі жаңағы 30-40%-ға дейін көмектесе алады деп айтам. Сразу айтам, иә? Енді қараңыздар, бұл БАДы емес. Енді екінші, бұл компанияның айырмашылығы деп айтам. Сосын бүйтіп айтам. Мысалға, коллаген деп айтам да. Көп жерде коллагендер, яғни біздегі коллагеннің айырмашылығы деп айтам. Біздегі коллаген 3 жасар бұқаның, яғни жамбас сүйегінен жасалған. Одан кейін енді 33 жылдан бері заңды түрде жұмыс жасап келе жатқан корпорация деп айтам. Өнімнің сапасы жоғары, нәтижесі мықты деп айтам. Маркетинг классикалық деймін, классикалық маркетинг және бұл, яғни накопительный система деймін. Бір-ақ рет ақша шығарасыз, ең кішкентай пакетпен кірген адамның өзі табыс таба алады, апгрейд жоқ, активация жоқ, повторный покупка толық жаңағы балға қосылады, командамен үлкен табыс жасауға мүмкіндік бар. Және де басқа компаниялардан айырмашылығы, мысалға көп компанияларда PB-CB мен қойып қояды. Мысалға, яғни PB-CB мен қойып қойған кезде сіз мысалға сізге 1000 PB жетпей тұруы мүмкін. Сіз 1000 PB-ді мысалға 100 мың теңге деп ойлауыңыз мүмкін. Ол 100 мың емес, 200 мың болып кетеді. Өйткені ол жерде бал. Ал бізде қандай? Мысалға сіз 50%-те тұрсыз, иә? 50%-те тұрсыз, сіздің астыңыздағы адамда 50%-те тұр, иә? Енді сізге 60%-те шығуға 2 миллион товарооборот жетпей тұр. Яғни 47 миллион 500 мың товарооборотпен тұрсыз. Енді қараңыздар, сол кезде сіздің астыңыздағы 50-дегі 2 адам, біреуі 500 мыңға товар алатын болса, онда ол сізге 1 миллион болып қосылады. Көрдіңіздер ма? Бізде ең кереметі осыда. Сіз 500 мыңға товар алып тұр, 50%-тегі адам, ол сізге 1 миллионға қосылады да, уже сізде 47 миллион 500 болып тұреді ғой, 48 миллион 500 болды. Екінші 50-дегі адам 500 мың теңгеге товар алды ма, ол тағы да 1 миллион болып қосылады да, сізде уже 1 миллионның товарын алдыңыз, но бірақ сізге 2 миллионның товар оборотын сыртқы бағамен қосылды да, сіз 49 миллион 500-ге толып 60%-ке шығып кеттіңіз деп айтам. Ең кереметі осыда, яғни бізде PB-CB жоқ. Иә, тура менде де сіз сияқты негатив болды. Яғни сетевой ол өтірік, сетевой ол бәрі бірдей деген нәрсе менде де болды. Ақша басындағылар ғана табады, аяғындағылар таппайды деген нәрсе болды. Мен осы жерге келген кезде мен өнімді сатам деп, TikTok-пен сатам деп ойладым, иә. Бірақ қарап отырсаңыздар, өнімнің мықтылығы соншалықты, мен сізге айтайын, мысалға карандашты айтайыншы, бір ғана карандаш, ол кезде карандаш жоқ әлі адамдарда. Інжу Маржанды білесіз ғой, Інжу Маржан ханым, сол кезде сол кісіде карандаш бар. Сол кезде мен как раз жаңа презентацияға келген кезде, алғаш презентацияны айтып бастаған кезде, жаңа бір кісі көзі қызарып келді. Мен карандашсыз келген болатынмын. Өзім айтып отырмын, бірақ қолымда карандаш жоқ. Сол кезде Інжу Маржан ханымға айттым, салып жеріңізші маған осындай адреске, қайтадан қазір бір қолданып қайтып берем деп, карандашты таксимен 2000 теңгеге салғызып жібердім. Сөйтіп аламдағы ана кісінің көзі қызыл болып келген, қап-қара болып. Сол кезде жаққан кезде 10 минутта ана кісінің көзінің қызарғаны басылды. Көрдіңіз ба? Сол кезде менің өзімде, до этого менің өзімде де күмән болған. Бұл точно көмектесе ма? Қазір көмектеспей қалса не істеймін деген нәрсе менде де болған. Қарап отырсаңыз, тура ондай ойды мен де ойлағам. Сол кезде менде де жүрген жоқ. Содан ана жерде жағам, сол моментальный көмектеседі да, содан мен өзім сендім ана чудаға. Сол кезде анау жарты Інжу Маржан ханымнан сұрап алып отырмын, иә. Содан
жаңағы кісіге айтам, жағып берем, моментальный қызарғаны басылады да мен мынаны алам дейді. Сосын мен айтам ол кісіге, мынаның ішінде жарты мынау адамдарға қолданған десем, күтіңіз, мен сізге жаңағы бір айда ма келеді, в общем 15 күн мен бір айдың аралығында келеді, сол кезде әкеліп берейін десем, жоқ мен күте алмаймын, мынау көзімнің қызарғаны басты дейді да, сол жерде алып кетеді карандашты, иә. Өзі жарты карандаш, қолымда өзінің жарты спрейім болған, ұялдымдағы сол жарты спрейді қосып бердім ана кісіге. Содан енді Інжу Маржан ханымға беруім керек қой, орнына не істеуім керек? Сосын Інжу Маржан ханымға звондадым. Мен қазір карандашты осылай сізге жаңағы бүтінін алып берем деп. Сөйтіп, как раз кім Дархан мырзаға звондасам, менің спонсорым Дархан мырза, жаңа бір кісіде, офиста бір кісіде сататын бар деді, қарап отырсаңыз. Соны сатып алдым да, ол кезде бал маған да түскен жоқ, алдымдағы Інжу Маржан ханымға бердім. Содан мен уже өзім де сеніп бастаған кезде менің де жұмысым жүре бастады, қарап отырсаңыз, иә. Енді қараңыз, мысалға ол әсер етпеді деген нәрсе мүмкін емес. Мысалға сіз қаншада екеніңізді білмеймін, менде 75-тегі кісі бар, сол кісі комплексті қолданған кезде өзі балаша қуанды ғой. Арна мына қолым жас келген сайын мына қолдағы еттер жұмсара бастайды екен дейді да, мына жақтарын бәрі салбырап қалған, бір апта комплексті ішкен кезде сол қалпына келді деді. Иә, ол кісіде азған жоқ, басында ештеңке тастаған жоқ, бірақ солар сөйтіп екіншіде уже ол кісіде бүкіл ішінің барлығы тазаланып, 41 отырған кезде 40 минут отырам дейді. Дәретте сонда ішімнен шығып атқан нәрсені көрген кезде, мынаның барлығы менен шығып атыр ма деген дүние болды дейді да. Адам қарап отырсаңыздар, ананда мынанда жібереміз ғой, иә? Нәтиже шықпайды емес, шығады. Сондықтан да ең біріншіден өздеріңізге, одан кейін өнімге сенімді, және сенімді түрде сізге көмектеседі, осы 2% болса да көмектеседі деңізші, көмектеседі. Одан кейінгі мендегі результат, өзімнің туған жеңгем осы жерде отырған жоқ па білмеймін. Ол кісі вообще журналист мамандығы, ол кісі 9-шы сыныптан бастап очки тағады. Декабрь айында айтқан кезде ол кісі мән берген жоқ. Осылай келіп жатыр деп айттым. Ол кісі маған қарағанда сетте жұмыс жасаған. Бір емес, 2 сетте жұмыс жасаған. Бірақ сетте жұмыс жасалды да, ол журналист болған екен, журналистермен. Сөйтіп, одан кейін жаңағыдай сет жабылып қалған екен, ол кісі де өзінің журналист мамандығын істеп жүрді. Сонда ол кісі январь айында карандаш менің қолымда болды. Январь айында біз жаңағы батаға барамыз. Сол кезде мына қолында намаз оққаннан жара пайда болады да, сулана береді екен. Соған жағып берем. 2 рет жағып берем, сол кетеді. Сол кеткеннен кейін ол кісі негізі 9 сыныптан очки тағады екен. Туысқанымыз болса да айтайықшы, қазіргі кезде әркім өзінің күйбең тіршілігі деп кетті ғой. Ол кісінің 3 ай сайын линзасын ауыстыратын мен білмеппін, қарап отырсаңыздар. Содан январь айында ол кісі жаңа келе жатып қолы жарасы жазылды ғой. Содан кейін мен бір спреймен бір көз карандашын алайын деп алады. Сөйтіп алады дағыны, ол кезде де жазылған жоқ ол кісі. Сосын алады дағыны, жаңа көзі душқа түскен кезде давлениесі көтеріліп кете береді екен, көзі қызарып. Сонымен алады да көзіне күнде жағып жүреді. Содан бір карандаш январдың бас жағында алады, марттың аяғында бітеді карандашы. Сөйтіп жүрген кезде спрейді де сеуіп жүреді. Сөйтіп жүрген кезде марттың аяғында маған хабарласты: еркем, осылай, менің карандашым бітіп қалды, алайын деп едім деп. Мен как раз ол кезде Шымкентте жүрем. Шымкентте команда құрып жүрем. Сосын Шымкенттемін, ертең барам, уже барғасын алыңыз дейм. Соны не күшті болып жатыр ма дейді. Жаңағы ғой, адам пенде болғаннан кейін сетте бір рет жұмыс жасаған адам қайтып айналды. Сосын осылай жақсы болып жатыр өнімдері дейм. Онда келгеннен кейін мен барып көрейін дейді. Содан как раз суббота күні болады да, Ардақ ханым Қытайдан келіп жатқан, марттың 28 күні сол келеді товарды алып кетуге. Сөйтеді тағын. Сосын мен айтам, бүгін біз 29 күні Үрімжіге кетейін деп жатырмыз. Сіз менімен бірге барасыз ба деймін. Как раз менде бір билет артық болды. Командамда бір кісі барам деді да, ол кісінің жолдасы ауырып қалды да, барамайтын болды да. Сосын егер мен презентациядан ұнаса, мен барам дейді. Содан алады дағыны, сол жерде карандашты, жаңағы бір карандашпен спрейді алады,
алды. Сөйтеміз дағыны біз Ардақ ханым айтқанның бәрі ұнайды да, сол күні 29 күні неге ұшып кетеміз Үрімжіге. Ұшып кетеміз, сол жерден офисті көреді, ананы көреді, мынаны көреді, бәрін көзін жеткізеді. Ардақ ханымды көрді, сол жердегі партнерларды, команданы бәрін көреді да, көзін жетеді да, мен регистрация жасайын дейді. Содан регистрация жасайын дейді. Содан сол жақта регистрация жасаймыз. Сол о кісіге ащы тамақ жеуге болмайды екен. Ол жерде ащы тамақ жеді. Содан келгеннен кейін қарандашпен спрейді жаңа бетіне себет, көзі ісе бастайды. Содан көзім ісіп жатыр, жаңағы туыс адам ғой, қарап отырсаң, жаңа сіз айтып отырсыз ғой, против болып жатыр деп. Көзім ісіп жатыр, жаңағы басқа біреу болғанда баяғыда сөйтер еді, бүйтер еді. Сосын мен айтамын, ол спрейден де емес, ол карандаштан да емес. Өйткені сіз бір рет спрейді бітірдіңіз, карандашты бітірдіңіз, ол сіз барып көрдіңіз деймін. Сонда ол кісінің көзі ісіп бастайды. Енді жаңа неге барады ғой, сонда январда жаңағы линзасын ауыстыру керек болған. 3 ай болып кеткен ғой январда. Январ, февраль, март, уже апрельде барып тұрған кезде минус бір жағы 8,5, бір жағы 7,5-нан 5-ке түскен. Минус 5-ке түскен. Сонда ол кісі көз карандашын тек қана давлениесіне жағып жүрді. Оказывается, сонда анау линзаның срок өткен біріншіден, екіншіден 5 пен енді 8,5-ның айырмашылығы бар ғой. Сонда соны ауыстырып, содан кейін барып ол кісі қазіргі осы жерде уже апрельден бастап жұмыс бастады. 2 айдың ішінде уже қазір 50-ге жақындап қалды. Ол кісі жұмыста, журналист соның өзінде. Қарап отырсаңыз, адам өзіне сенімді болған кезде ондай нәрселерді сенімді айталады да, ал сенімді болмай өзіңіз қорқақтап тұрсаңыз, өзіңіз сенімді болмай тұрсаңыз, онда осы алама қазір амай қалса, немесе сіздің ойыңызда мысалға көп адамдардың ойында мына нәрсе болады да, осыны қазір жазып алсам, рефералкасын алсам, пайда көрсем деп ойлайды да. Ондай нәрсені ойламаңыздар. Осының денсаулығына әсер етеді, осы мен арқылы табыс табады десеңіздер, онда ол кісі табыс табады міндетті түрде. Көрдіңіздер ма? Сондықтан да баршаңызға айтарым, ең бірінші өзіңізге сеніңіз, ең бастысы сенімді сөйлеуді үйреніңіз, күлімдеңіз, шынайы болыңыз, сол кезде сіздің презентацияңыз кез келген адамға өтеді. Екінші, адамның қажеттілігін анықтаңыз. Презентацияны бірден бастамай, алдымен бірнеше сұрақ қойыңыз. Қазір немен айналысасыз? Қосымша табыс қызықтыра ма? Неге дәл қазір жаңа мүмкіндік іздеп жүрсіз? Не үшін келіп отырсыз деген сұрақ қойыңыз. Сол кезде ол айтады, денсаулығыма байланысты или осындай деп, сол кезде барып сіз ары қарай ақпаратты жалғастырасыз. Енді презентацияны жаңа сенімді өткізудің 5 қадамын айтам дедім ғой. Бірінші қадамы өзіңізге сеніңіз, екінші қадамы адамның қажеттілігін анықтаңыз, үшінші қадам ақпаратты қарапайым жеткізіңіз. Артық ақпарат бермеңіз, жалған ақпарат бермеңіз, компанияның мүмкіндігін және артықшылығын қысқаша түсінікті тілмен жеткізіңіз. Адамды ақпаратпен емес, нәтижемен қызықтырыңыз. Сол кезде барып, ол адам міндетті түрде сізден жаңағы сенімді болады. Төртінші, өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз міндетті түрде. Мысалға мен сол кезде командамның отзывын айтып жүрдім ғой. Одан кейін өзім жаңағы ол кезде айттым сіздерге, табар жоқ, табарды аламыз, 1,5 ай күтеміз. Күтіп жүрген кезде біреу кесе, өзіме деген алған табарды соған бере салам. Сөйтіп жүрген кезде бір күні май ыдырататын 5+1 болды. Сөйтіп біреуі артық қалды да соны іштім. 4 бала босанғанда 4-ші бала менде кесір болған, кесір тілігімен. Сол тіліктен қалып қойғанда ішім кәдімгі 2 қабат әйелдер сияқты ішім білініп тұратын. Сол кезде жеңгем айтатын жаңағы, сен не тағы көтеріп қойдың ба? Сонда сөйтіп жүрген кезде жаңа май ыдырататын далам, май ыдырататын сенсеңіздер де, сенбесеңіздер де, бірақ коробкадан менің ішімдегі май кәдімгідей кетеді. Мені танитын кісілер, Ардақ ханымдар біледі, басында мен қандай болғанымды біледі, одан кейін қандай болғанымды біледі. Сонда ішім кетіп бастаған кезде менің махаббатым шыны керек өнімге деген одан сайын ашыла бастады. Көрдіңіздер ма? Сонда барып мен уже түсінікті түрде жеткізе алатын болдым презентацияны. Одан кейін жаңағы
Төртінші, ақпаратты қарапайым жеткізіңіз, артық ақпарат бермеңіз, компанияның мүмкіндігін, артықшылығын қысқаша түсінікті тілмен жеткізіңіз. Адамды нәтижемен айтатын болсаңыз, онда төртінші, тәжірибеңізбен бөлісіңіз. Адамдар қазіргі кезде, мысалға, сіз де айтып отырсыз ғой, фактыдан гөрі өмірден алынған мысалдарға көбірек сенеді. Мысалға, сіз жаңағыдай результат алған адамдарды айтатын болсаңыз, сол жерде, мысалы, офисқа келе ма, или үйде отырған кезде сіз тройной звонок жасаңыз, айтыңыз, мен қазір сенен өзім нәтиже алған жоқпын, бірақ нәтиже осы компаниядан нәтиже алып атқан адамдармен сөйлестірейін деп. Спонсорыңыз бар ғой сіздің, спонсорын қосыңыз да, тройной 4 адамдық звонок жасап, егер де ол кісі ақшаға қызығатын болса, ақшаны көрсетіңіз, егер ол кісі табарға қызығатын болса, табарды. Енді қараңыздар, табарды алғаннан кейін, ол кісі нәтиже көргеннен кейін оның жоқ дегенде 4 құдашасы болады, 4 құдашаның 4 құдағи болады, құдағидың жаңағы қыздары болады, сөйтіп сізде команда көбейеді. Көрдіңіздер ғой? Бесінші, төртінші, өз тәжірибеңізбен бөлісіңіз, одан кейін өз жолыңызда қандай қиындықтары болғанын және қандай нәтижеге жеткеніңізді міндетті түрде айтып беріңіз. Мен сіздерге айтып отырдым ғой, қандай нәтижеге жеткенімді. 5 айда тасбақа болып 60%-ке жеттім. 6 айда 10 күнде 2.800.000 түскен кезде мен действительно одан сайын ақшаның бар екеніне, күнделікті табыс бөлек, одан бөлек командный бонус қосылған кезде мен уже одан сайын сенімді болдым, иә? Енді қараңыздар, одан кейін 5-ші, әрқашан әрекетке шақырыңыз. Презентация жаңағы әрқашанда әрекетке шақырыңыз деп отқан презентацияны айтасыз ғой, 10 минут айтасыз ба, 20 минут айтасыз ба, ол сізді, яғни жаңағы сол презентацияны беріп болғаннан кейін сіз міндетті түрде сұрақ қоясыз. Бастауға дайынсыз ба? Қай пакет сізге ыңғайлы деп сұрақ қойыңыз. Сосын бүгін тіркеліп жұмысты бірге бастайық. Яғни бәрін, презентацияның мақсаты бәрін бірден сендіру емес, адамның келесі қадам жасауына сіздер көмектесесіздер. Яғни енді презентацияны беріп бітесіз ғой, презентацияны беріп біткеннен кейін міндетті түрде жаңағы сіздің барлығы нәтижеңізге байланысты дедім ғой, яғни оның қарсы тұрған адамның қажеттілігін түсініңіз, оған шешім ұсынып, күн сайын, егер сіз презентация жасаған сайын тәжірибе жинайсыз. Басында қате айтасыз, басында қағазға жазып алып, цифрларды айтасыз, одан кейін сіз міндетті түрде жаттап аласыз. Енді қараңыздар, мен сіздерге презентацияның 5 қадамын айттым ғой, енді қараңыздар. Мысалға, көп адам бүйтіп айтады, мен сен сияқты сөйлей алмаймын, жаңа айттыңыз ғой. Немесе жаңағы бас тартады, яғни мен қателесіп қаламын деп айтады. Ешкім мықты спикер болып туылған жоқ. Барлығы тәжірибе арқылы қалыптасады. Айтып отырмын ғой сіздерге, бәрімізде, мен мысалға ананда, мынанда жаңа танып, оңай, бізде басында ешкімге де оңай болған жоқ, басында бәріне. Енді мен сізге бірақ нәрсе айтайын, менің 75-тегі мамам. Қарап отырсаңыз, ауылда вообще сетевой деген не нәрсе екенін білмейді. Мен осы жерге келген кезде қан өнімін апарып бердім, қарап отырсаңызшы. Сонда қан өнімін апарып бердім, өз қалтамнан шығарып, өзім туған анам болғаннан кейін. Сонда оның алдында 1-2 компанияның 180 мыңға, 280 мыңға продуктысын апарып бергенмін. Давлениесі бар, сақыры бар. Сол кезде мен бүйтіп айттым да, наны қолдан деп апарып бергем. 1 айдан кейін барсам, ана нәрсе көшеде жатыр да. Сол кезде мен түсіндім, яғни адам өзінің қалтасынан ақша шықпай, оны ішпейтініне. Содан осы жердің қан өнімін апарып берген кезде, қақырат тақыры 22-де жүретін. Үнемі 22-де жүретін. Сіз айтып отырсыз, не деп, сол 22-де жүретін сақыры, ол кісі Қызылордада Жаңақорғанда ағамның қолында тұрады. Сол жерде, ол жақта 16 болып
жүреді екен да сахары. Бірақ 16 ол жерде не ет жемейді, тек қана диетамен отырды. Ал Алматыға келген кезде таулы жер ғой бәрібір. Бұл жерде 22 болды, 22-ден түспей қойды, бірақ ет бәрін жей беретін. Содан дәрісін қолданып жүрді. Мен жаңа қан өнімін апарып бердім. Мама айттым, мама, мынау қымбат тұрады. Бұны алып, ішіп, пайдаланыңыз деп апарып бердім, екі ішіп қалмасын деп. Содан қалай ішу керек екенін көрсеттім. Содан сестрам звондапты да, ана қыздың әкелгенін қолданып жүрсің ба депті. Ол қымбат тұрады деп сөйткен ғой. Сөйтсе, мамам қанша тұрады деп айтты. 40 мың ба тұрады деген ғой. Сөйтсе, ой, солақ па ақшасы деп айтады дейді, қарап отырсаңызшы. Содан не керек соны қолданды. Қазір сахары, мен сізге айтайын, 9-бен ұстап тұр. 9-бен ұстап тұр сахары, қарап отырсаңыз, е. Енді қараңыз, ауылда жүрсе де 9-бен ұстап тұр. Енді ол кісі почти біреуін бітірді, екіншісін алып кетіп бастап отыр. Сонда ол кісі енді қараңыз, көз өнімін ол январ айында жаңағы неге Батаға барған кезде тастап кеткем. Содан анда-санда есіне түскен кезде жағып жүрген. Енді өткенде звондайды. Содан ба білмеймін, көзім жазыла бастады дейді да. Содан ба емес, точно содан деп айтып, содан как раз жеңгем келді. Осы келген кезде бір карандашты мамама деп ұстатып жібердім. Бір карандашты мына көрші апамыз болған, сол кісінің көзі жолдасынікі вообще көрмей қалған, өзінікі енді көрмей бастады. Соған деп беріп жібердім. Бірақ жеңгеме сатып ал дедім. Мынаны сатып алды, апарып сатасын деп. Ол кісі сатып алды, сатып алып апарды. Сөйтіп апарып бір жағып көрсеткен өзінікін. Содан мен алам деген сол карандашты алды. Сөйтіп мамам, 75-тегі мамам, жаңағы қайнысы тоже көзі көрмей бастапты. Оған айтты, анаған айтты, кеше 5+1-мен 6 карандашты алып салып жібердім. Қарап отырсаңыз, адам нәтиже айтпайды, көп адамшы. Ол кісі сол айтпай жүрген, айтыңыз мынаны деп, ана кісіге нәтиже шығып бастағаннан кейін барып, айтып, уже қазір менің мамам 75-тегі ауылда, Қызылорданың ең шеткі ауылында тұрады. Небәрі ол жерде 300-ге жуық қана үй бар, қарап отырсаңызшы. Сол, мен айттым, 300 үй бар, 300 үйдің бәріне бір карандаштан сатқан кезде айына бір рет. Келесі айда сөйтіп ақшаға шығасыздар деп едім. Аллаға шүкір, нәтиже қазіргі кезде. Сондықтан да сіздер, сен жаңа жақсы білесің, сендерге сөйлеу деген ешкім оқып туылмайды, былай айтқан кезде. Барлықтарыңызға енді мен сіздерге бір нәрсені айтайын. Табысқа жетудің басты мақсаты, енді үлкен табысқа жету, ол жауапкершілік және тынымсыз еңбектен басталады. Табысқа жетудің сыры тоқтамау. Күнделікті сіздер тоқтамасаңыздар, нәтижесіне шығасыздар. Енді табысқа жету үшін шағым емес, шешім іздеген адам алға басады. Яғни ренішті ұстап жүру емес, оны жіберу нағыз күш. Мен сіздерге айтам, көбісі спонсорым өйтпейді, спонсорым бүйтпейді деп жатады. Спонсор сізге жол көрсетті, спонсор жасап беруге міндетті емес. Мысалға, мағанда маркетингті айтқан кезде 5 линиядан 10% түсет деді. Бірақ ойбай түспей қалды деп, мен бүйтіп айтам, 5 линияның адамдарынан да түседі айырмашылығы. Яғни 25 линияға дейін разницасы түсе береді бұл жерде. Ең кереметі осыда. Мысалға, 4% пен 50%-ке дейін. Сол кезде маған 5 линиядан 10-10-10-нан түсет деген кезде мен ренжіп кетіп қалсам не болатын еді, қарап отырсаңыздар, е. Сондықтан да ешкімге ренжімеңіз, ренішті сақтамаңыз. Астыңызға адам келді ма, алғыспен қарсы алыңыз. Егер де адамдар ренжіп жататын болса, сіз оған ренжімеңіз. Сіздің жұмысыңыз одан сайын жеңілдейді. Одан кейін жеңімпаздар сылтау іздемейді, мүмкіндік жасайды. Егер сіз Жимон корпорациясынан жаңа уақыт бөлдіңіз ғой, сол егер уақытыңызды бағалай алсаңыз, сіз міндетті түрде жеңімпаз болып келесіз. Сондықтан да ешқандай да сылтау іздемеңіз. Офиста тұр, товар толып тұр, презентация айтатын адам бар. Сіздердің әрқайсыңыздың спонсорларыңыз жоқ болғанда айына 500 мың, 600 мың тауып отыр. Соны да жетістік қылып айта аласыз. Енді кез келген ол партнер болсын, ол сіздің параллель командаңыз болсын, параллель деп қарамаңыз, білетініңізді айтыңыз, көрсетіңіз. Қызғанышпен емес,
шабыт ал, сонда сен өз жетістігіңе жетесің. Біреудің табысына ешқашан қызғанып қарамаңыздар. Сіздерге айтатын ең басты нәрсем, қызғанып қараған жағдайда анау алып жатыр, мен неге алмаймын десеңіз, онда сіз алмайсыз. Сіз мен де ала аламын, мен де жетістікке жетем, мен де астындағы командамды жетістікке жеткізем десеңіз, онда сіз де аласыз. Енді өзгенің жетістігін қызғанба, өзіңнің жетістігіңді жаса дейді, иә? Жақсы сөз, қарап отырсаңыз. Сіз біреудің жетістігін қызғанбаңыз, өзіңіз сол адамның орнына жетуге тырысыңыз. Енді тәкаппарлық адамды биіктетпейді, керісінше адамдарды алыстатады. Бізде тәкаппарлық деген нәрсе бар, яғни бәрін білем, бір нәрсе айтсаң білем, білем деген нәрсе ең бірінші сіздің жауыңыз. Сіз білгіш болсаңыз, сіз мықты болсаңыз, жасыңыз ең, мысалға, мен кейде айтам, менің командамдағы ең жасы, мысалға, ең жасы 35-те. Қарап отырсаңыз, 35-тегі адам егер мықты, білгіш болса, иә, мен өзімді айтайыншы, мен басқалармен салыстырмай қойын. Мен мықты болсам, мен білгіш болсам, неге осы уақытқа дейін, яғни не только 5 ұрпағыма жеткізетін, 7 ұрпағыма жеткізетін, ертеңге ақшам жоқ, қарап отырсаңыздар, иә. Егер мен мықты болатын болсам, әлі күнге дейін арендада жүрмес едім, иә. Мені не жетелейді? Мені қазіргі кезде мақсатым жетелейді. Менің мақсатым айқын, менің мақсатым ең біріншіден, яғни анамды Меккеге апару, ол Меккеге апару үшін мен үй алуым керек. Неге десеңіздер, менің анам балалары Меккеге жаңағы не сыйлаған кезде, сертификат сыйлаған кезде, осы қыз үй алмай Меккеге бармайын деген. Сондықтан да менің мақсатым бірінші үй алу, үй алғаннан кейін анама Меккеге жаңағы сыйлау. Мен кезінде әкем мен анамды апарам дейтін, оған жаңағы мақсаттың айқындық емесінің арқасында әкем өмірден кетті. Сол үшін де жаңағы анамды апаруым керек, иә. Сондықтан да менің мақсатым айқын. Одан кейін менің өсіріп отқан балаларым бар. Балаларымның жаңағы жағдайын жасау, олар мен сияқты үй алам деп былай айтқан кезде жүрме, егерде мен оның жағдайын оқуға, білімге шетелде оқытатын болсам, олар өз жағдайларын өздері жасайды. Сондықтан да барлықтарыңызға айтатыным, мақсатыңыз айқын болса, барар жеріңіз айқын болатын болса, сіз егер сағат 11-12-ге дейін ұйықтайтын болсаңыз, аптасына бір рет офисқа баратын болсаңыз, значит сіздің мақсатыңыз, яғни сіздің қарызыңыз жоқ деген нәрсе. Егер сіздің қарызыңыз қысатын болса, немесе мақсатыңыз сізді ұйықтатпайтын болса, ол сіз міндетті түрде әрекет жасайсыз. Енді қараңыздар, біздің корпорацияда, Жимон корпорациясында сіздер 40-60%-ке, егер 30.100-лік пакетпен адам тіркейтін болсаңыздар, ең кішкентай пакеттен 1644 адаммен 1644 адам емес, 1644 өніммен жетеді екенсіздер, иә? Яғни, енді ол қанша күнде? Егер күніне 5 өнім сататын болсаңыз, бір айда жетеді екенсіз ең кішкентай пакетпен. Егер де 2 өнім өтетін болса, общий командаңыздан 2-3 өнім 2 айда жетесіз. Егер 1-2 өнім күндігіне жететін жаңағы сататын болсаңыз, өткізетін болсаңыз, 3 айда жетесіз. Ал егер де сіз 13 жаңағы 27 өнім, 55 екен ғой. 30.000-лік пакетпен 55 өнім күніне бір айда жетесіз. 27 өнім сататын болсаңыз, 2 айда жетесіз. 18 өнім сататын болсаңыз, 3 айда жетесіз. 13 өнім сататын болсаңыз, 4 айда жетесіз. 10 өнім сататын болсаңыз, 5 айда жетеді екенсіз, иә? Енді 150.000-лік пакет бар ғой, 5 өнімдік. Ол 330 адаммен сіз 60%-ке жетеді екенсіз. Егер де бір айда жеткізіңіз келсеңіз, күндігіне 11 адамға сатуыңыз керек. Ал егер де 2 айда жететін болсаңыз, күндігіне 5 адамға сатуыңыз керек. Егер де 3 айда жететін болсаңыз, күндігіне 3-4 адамға сатуыңыз керек. Ал егер 4 айда жетем десеңіз, 2-3 адамға сатуыңыз керек. Ал 5 айда жетем десеңіз, 2 адамға сатуыңыз керек. 450.000-ның пакетімен 110 адаммен жетеді екенсіз, 60%-ке. Бір айда егер жетем десеңіз, 3-4
адаммен, 2 айда жетем десеңіз 2 адамға сатуыңыз керек, 3 айда жетем десеңіз 1 адамға сатуыңыз керек. Ал аралас 30 мыңның, 150 мыңның, 450 мыңның пакетімен жаңағы жетуге тырысатын болсаңыз, 1 айда жетем десеңіз 2 өнім, 2 айда жетем десеңіз 1 өнім сатуыңыз керек. Көрдіңіз ба? Сонда мысалға сізде 2 миллион қарыз болатын болса, 2 миллион қарызды сіз 1 айда құтылатын болсаңыз, есептейсіз. Мен 2 миллион күндігіне қанша, мысалға 2 айда құтылам десеңіз, күніне жоқ дегенде жаңағы 150 мыңға 1 адам жазатын болатын болсаңыз, 2 миллионның қарызынан 14 күнде құтылады екенсіз. Ал егер 450 мыңмен жазатын болсаңыз, сіз 10 күнде құтылады екенсіз. Сондықтан да ең бірінші қарызыңыз бар ма, түгел қарызыңызды жазыңыз. Қанша уақытта жетістікке, қанша уақытта құтылам дейсіз, соны жазыңыз, соған қарай әрекет етіңіздер. Мен күнде командаға да айтам, сіздерге де айтатыным, күнде жоқ дегенде 2-3 адамға не беріңіз, информация беріңіз, телефонмен бересіз ба, барып бересіз ба, сөйтіп ол адамды бір күн бердіңіз ба информация, 24 сағаттан кейін ертесіне звондап хабарласыңыз, не керек, не істеп. Немесе тура сіз егерде сенімді болатын болсаңыз, сол жерде де жазып кетуге болады. Түсінікті ғой, иә? 50%-те тұрсыз, осы айдың 20-сына сіз 60%-ке жеттіңіз ғой. Компанияның кереметтігін айтайын сіздерге. 20-сына жеттіңіз, біріне дейін әлі 10 күн бар ғой. 10 күнге сізге командный бонус төлейді ғой. Мысалға 27-сі күні шықтыңыз ба сіз, ар жағында 3 күн бар ғой. 3 күнге командный бонус төлейді сізге. Сіздің ақшаңызды бір күнде жемейді. Бір тиынын да жемейді. Мен оған көзім жетті. Өзім алып отырмын қазіргі кезде. Аллаға мыңда бір шүкір. Мен сіздерге айтам, мен тасбақа болып отырып 5 айда жеткен кезде сіздерде мүмкіндік өте керемет. Товар складта толып тұр, презентацияда жететін адам, сіз аузыңыз шаршамайды, апарасыз, отырғызасыз сағат 1-де. Әрекет етсеңіз сізде. Мен еще 4 балам бар, кішкентай, ең үлкені 11-де, ең кішкентай 3-те қарап отырсаңыздар. Осы Алматыдағылар біледі, солар болды. Еще солардың қарауы бар, сабағы бар, еще плюс менде түске дейін социальный педагог деген жұмысты жасап жүрдім. Соның өзінде 5 айда жеттім. А сіздерде қарап отырсаңыздар, бұған жету үшін, мысалға, ондай кедергі болып жатқан адам көп та, балалары өсіп кеткен, яғни одан кейін басқа жұмысы жоқ осы жерде, осыдан басқа жұмыс жоқ, осыған қарап отырған кісілер сіздерге жету өте оңай. Мысалға қараңыздар, мен бір нәрсе айтайын, менде іске жақындап қалған бір кісі комплексті ішті да, ол кісі негізі декабрде жазылған болатын, менен кейін сәл-ақ күннен кейін жазылды. Декабрдың бас жағында жазылған, солдан ол кісі спрейді сеуіп жүрді бетіне, спрейді сеуіп жүрді, карандашты қолданып жүрді, содан бір күні комплексті алып қойды да ішкен жоқ. Ішкен жоқ, жүріп, бір күні суға түскен кезде спрейден беті жылтырап тұр. Ол кісі қалай болды? Спрейді тастап кетем, тастап кеткеннен кейін жаңағы ол кісі қарсы болды. Ол сетевойды істемеймін, керек емес деп. Содан мен бетіне спрейді сеуіп берген кезде бетін жылтырап әдем болып қалды деді. Содан спрей менде жарты спрей болатын, сол спрейді тастап кеттім ол кісіге. Тастап кеттім дағыны. Содан ол кісі оранатын кісі, жаңағы ұстаз кісі ғой. Содан ол кісі бетіне себет спрейді тұрады үйінде. Содан бір аптадан кейін ба есіне түседі себет. Содан неге барады, сол кезде бәрі ұстаз неғып бетіңіз жылтырап тұр, ұстаз бетіңіз жылтырап тұр десе, осындай спрей деп айта бастайды. Сөйтіп айта бастаған кезде уже ол кісіде командада карандашты ала бастайды, команда жинала бастайды. Содан ол кісі жаңағы комплексті алады, бірақ комплексті ішпейді. Содан бір күні суға түскен кезде дейді, мына етімнің бәрі салбырап қапты дейді да, бетім жылтырап тұрғанмен, жасарып тұрғанмен бәрібір қартайыппын ғой деген тұжырым келді дейді. Сөйтіп жүрген кезде комплексті алып қойған, әнішем, мінішем деп жүрген кезде ораза басталады, оразадан кейін тұрады үйінде. Содан әкрат
не марафон басталады дегенде естиді дағыны, ол кісі ішіп бастайды. Сонда бір апта ішіп бастағанда 3 күннен кейін бекен қонаққа шақырады ол кісіні. Қонаққа шақырады да, сол қонаққа шақырған кезде ол кісіге бәрі тамақ ішсе дейді. Сөйтсе, жоқ, мен осындай неге қатысып жатыр едім дейсе, сөйтсе бір кісі алады да, қасында отырған мандарин бар ғой, мандариннің кусочегін бүйтіп береді да, хотя мынаны ауыз дейді. Содан ана кісі мандаринді жейді, мандарин жегеннен кейін 1 сағаттан кейін үйде терім дейді қызарып, бөртіп солай бастады дейді. Бөртіп солай бастады дейді. Сонда бір ғана кусочек көрдіңіздер ме, қалай әсер етіп тұр, я? Сөйтеді дағыны, супрастин ішеді, өйтеді бүйтеді, сонымен түсіреді, сөйтіп суға түсейін дейді ғой енді. Суға түссем дейді, 3 күннен кейін ғой, ана салбырап тұрған терім қалпына келіпті деп ішіп біткеннен кейін балаша қуанып звондағанын көрсеңіз ол кісінің. Аллаға мыңда бір шүкір айтам да, қарап отырсаңыз, біздің өнімдер не деген керемет өнімдер деймін да, әрбір адамды қуантып отыр ғой, қарап отырсаңыздар. Сондықтан да оны дұрыс пайдаланып, дұрыс ішу, ол да кәдімгідей нәтиже береді. Мысалға кеше біреу сұрап жатыр да, міндетті түрде сағат 4:30-да тұру керек па деп. Ол не үшін бәрі уақытымен белгіленіп тұр ғой, көрдіңіздер ма? Одан кейін тағы бір нәрсе, менде бір кісі алды, сөйтіп 4 күн ішкені, 4 күннен кейін ішпей қойған. Неге ішпей қойған? Іші өтіп бастаған. Себебі ол кісіге айтсам суық су ішіп тастаған, қарап отырсаңыз. Шыдамай 3 күннен кейін ішім ысып баратыр деп суық су ішкен, артынан арбуз жеген, сонымен қарап отырсаңыз 4 күн шыдағанда, ар жағында 3 күн шыдай алмай, іші өткеннен әлсіреп, ішпей қойған ғой, қарап отырсаңыздар. Бірақ мен бардым, барып көрген кезде кәдімгідей алдыңғысынан өзгеріс бар. Алдында вообще бүйтіп таяққа сүйкеніп тұрған болатын, я, таяққа сүйкеніп тұрған болатын. Ән жерде кәдімгідей немерелеріне панкейк пісіріп тұр да, барсам газдың қасында таяқ жоқ өзі. Арна ханым, ана мысалы мен папамның інісі не үшінші инсульт алды да. Аха. Енді сол кісіге қандай өнім айтуға болады, беруге болады? Вообще жағдайы келсе, негізі комплексті алғызыңыз. Ал егер жағдайы келмейтін болса, өтте тас бар ма? Оны білмейді екенмін. Өтте тас 1,5 сантиметрден үлкен болатын болса, комплексті беруге болмайды. Соны түсініңіздер, түсінікті ма? Егер қозғап жібереді, өйткені ЖКТ бар ғой ішінде, жасыл өнім. Сол ЖКТ қозғап жібереді. Сондықтан да өтінде тасы 1,5 сантиметр, сосын онкология болады ғой, соңғы степень деген адамға беріп не істемей қойыңыздар. Егер өз қалауымен ішем десе алсын. Ал ойбай, ішсең де іш, ішпесең де іш деп тастап кетудің қажеті жоқ. Ертең ол сізде, менде бір кісіде болды. Мен өзім жаңағы бір клиентім өзі іздеп келіп комплексті алды. Стресс 55-тегі ма, 56-дағы ма кісі стресстен үстіне жара шығып кеткен, ақша жоғалтқан, кәдімгідей сол ақшаның нәтижесінде стресс болған, үстіне жара шығып кеткен, содан комплексті келіп алып ішеді. Ішкеннен кейін кәдімгі ішінен түскен жаңағы майды, мусорды жіберген кезде мен өзім таңғалдым, қарап отырсаңызшы, унитазға. Арна ханым тағдана 2 жастағы бала, мысалы сөйлемейді. Не беру керек? Мозговой. Мозговой бар ма бізде? Складта? Мозговой жоқ, бізде жоқ, бірақ спонсорыңызға айтсаңыз тауып береді. Адамдарда бар, мысалға. Тауып беруге болады. Результат бар ғой, Арна ханым? Результат бар. Менде де бар. Одан кейін ана чатқа сіз қазір маған жазыңызшы, мен сізге несін жіберейін, результатын. ЗПР баланы. ЗПР-лар көп. Аутизм көп. Паркинсоннан жазылды менде, мозговойдан. 3 күннен кейін. Паркинсон, мен мамам Паркинсон. 3 күннен кейін Паркинсоннан, мозговойдан жазылып отыр. Ол кісі менде просто өнім болмай қалды да, ол кісі жазылған кездеше, қарасам мозговой ғана бар екен, осы мозговойды алыңыз деп. Аласыз ба деймін, алам деді. Даже өзі қуанып кетті ғой, 70-ке жақындап қалған, даже 70-тен асқан ау деймін, точно жасын сұрамаппын. Без очищения шебере ма сонда?
Ол тазаланбай-ақ. кісі просто жазылды да подпискаға жазылып соған алған болатын, сол мозговойдан Паркинсоннан кетіп отыр. Негізі вообще егер мүмкіндік болса комплексті алдыртыңыздар. Комплексті кімге бермейсіздер? Өтінде тасы бар 1,5 сантиметрден жоғары кісілерге бермейсіздер. Өткені кішірейтіп барып беру керек. Егер ол кісіге, мысалға өтінде тасы бар кісіге ЖКТ бар ғой, ЖКТ-ны бермеуге болады. Басқаларын бере бересіздер, ЖКТ бізде қозғайтын, сырты ашық жасыл. Ал мүмкіндігі болмаса, онда міндетті түрде бізге айтады қанды тазартыңыз, сосын міндетті түрде любой өнімнің қасына коллагенді қосып беріңіздер. Ол біз Қытайға барған кезде, Үрімжіге барған кезде айтты. Любой өнімнің қасына коллагенді қосып берсеңіздер, результат жақсырақ болады. Мысалы тасы бар, бірақ запоры бар болса, например. Тасы бар, еще запор бар, например. Не бар ғой? Майыдырататын бар ғой? Сол запорды кетіреді. Жиротопқа запорды шығарады. Сосын карандаш болса, карандашты кіндіктің айналасына жаға берсін. Ол да запорды кетіреді. Хорошо. Запорды жақсы кетіреді, карандашты кіндіктің айналасына жаға берсін. Жаңаға апайға айтайын деп тұрмын да, часы максимальной активности на жүректің 11-ден 1-ге дейін. Вот сол уақытта ішсе, точно попадание болады ғой. Солай. Тағы сұрақ бар ма? Бар. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Бізде өтті 11 миллиметр, 1 миллиметр сонда қалай болады? 11 миллиметр 1,5-ға жаңа неге жетпейді? Оған жаңа 5 этапты ішуге бола ма? Болмай ма? 1,5 сантиметрге жетпесе болады. 1,5 сантиметрден жоғарғы. 11 миллиметр дейтін. 1,5-ға жетпейді. Болады. 1,5 сантиметрден жоғары болса болмайды. Сразу айтайын. Май кетіретінді ішуге бола ма? Май кетіретінді? Ішуге болады. Май кетіреді. Бізде қозғайтын ЖКТ ғой. ЖКТ? ЖКТ деген ашық жасыл бар ғой. Бижукан. Ашық жасыл. Ашық жасыл. Ана бөтекенікі недеркі болмайтын болу, сол болмайды шығар да ода? Қайсы? Бөтекенікі дейм ол. Ол не бөтек? Бүйрек дейді ғой жұрттар. Біз бөтеке деп айтамыз. Батыста солай дейді бізде. Бүйректікін ішу үшін міндетті түрде 1,7 болса да қанды тазалап, қандыкін ішу керек. Бірінші қандыкін қолданасыз, сосын барып бүйректікін қолданасыз. Егер бүйректе тас болса адамдарда мысал болады ғой, тасым бар деп айтады. Бола береді. Оны міндетті түрде неден сұрап көріңіздер. Бәріміз енді мен дәрігер емеспін, врачтан сұрап көріңіздер. Міндетті түрде. Бірақ жаңағы, ол сіздер ақылдасып не істегендеріңіз жақсы ғой енді мен. Бірақ менің естігенім бойынша жаңағы өттегі тас 1,5 сантиметр болса деп Ардақ ханым айтқан. Мүмкіндік болса керек емес ішкізіп деп өткен адамдар жаңағы тасты кішірейтіп алмай, сақтықта қорлық жоқ деп айтады ғой қазақтар, жақсы сөз бар. Сақ болыңыздар, барынша, жаңағы кәсіп жасайым екен деп, өткізем екен деп, анағанда, мынағанда бере беріп, ертең зардап. Адам деген жаба салу оңай. После онкология 5 этапка бола ма, болмай ма? После онкология жазылған ба сонда? Жазылған. Бола береді. Айтып отырмын ғой, соңғы степен болса болмайды, потому что ол жаңағыдай өзі сенімді болып алмаса соңғы степен. Ал егер жазылған болса іше беруге болады. Енді басталып келатсаш, біздің бір коллегамыздың жас қой, 35 жаста кісі, әйел адам, қолтығының астына бірдеңке шыққан ғой, тоже айтып онкология депті. Даже не знаю, с чего начинать айтуға. Онкология ол неден смотря. Мысалға менде енді жаңағы не бар ғой, осы 5 этапканы ішердің алдында, осы жақында іштім да мен, қарап отырсаңыздар. Менде терімнің аяқ бар ғой, аяқтың ішінде сан деп айтады ғой, санға бір дөңпиіп бір нәрсе шыққан болатын. И басам
қатты да, без сияқты. Как бы Ауырмайды. осыны ішіп ауырады. Бассаңыз ауырады. Аха, без сияқты бассаңыз ауырады. Бүйтіп дөмпиіп, кәдімгі қатты іші. Осы пятиэтапканы қалай іштім? 3 күннен кейін ананы ұстасам жоқ қой. М. Ол неден болғанын, не үшін? Енді қараңыздар, бір қызықты айтайын да. Мен бүгін барып неден түстім? Полный, қазір мен статусыма тап қойдым негізі. Полный неден өттім да жаңағы. Сонда қарап отырсаңыз, сіз нешесіз деп маған сұрақ қойды. Сосын түсінбедім дедім да, не болды деп сөйтсем, сіз БАДы ма бір нәрсе ішесіз ба дейді да. Не қылды десем, сізде дейді. Ешкім, көп адамда мына өтте жаңағы тас болады дейді да. Ол жас болсын, не болсын, сосын құм болады дейді. Бірінші қазақты көріп тұрмын, тап-таза сізде бәрі дейді ғой, бәрі тап-таза. Бүкіл анализ тап-таза. Негізі менде жаңағы не женскийде не болды жаңағы эрозия бар деп айтқан. Ол да ештеңке жоқ, бәрі тап-таза. Бүгін өттім. Миомадан результат бар ма? Көп Миомадан свечидан бар ғой. Полиптен бар. Полип бар ғой. Полип вообще ол ет қой іштегі. Сол вообще үлкен болып кеткен полиптен 2 несін қолданды бізде. 2 коробка свечиді, кішірейді. Қазір үлкен кісілер қолданып жатыр. Недержанияға көмектесе ма? Үлкен кісілерге? Именно біздің командада, менің командамда алдында да айтқам, ол видеом жүр ғой бәр жерде. Бір кісі менде декабрьде бастаған кезде бүйтіп айтты да, Арна, біз тұқымымызбен, ауруымыз деді. Бұлай айтқан кезде бүкіл БАДыды қолданып көрдік деді. Егер сенің осы жаңағы айтып отырғандай, мақтап отырғандай көмекте, ол кісі өзі сетевик емес, сестренкасы мамасының, сестрасының қызы сетевишка екен да, сол қай компанияға кірет бәрін бере береді екен. Ала береді екен, бірақ ешқайсысы көмектеспеді деді. Содан ол кісі потребитель ретінде маған айтты, егер сенің осы айтып отқандай, мақтап отырғандай өнімдерін көмектесетін болса деп. Сонда ол кісі 450 мыңға свечи алды, өзіне жаңағы не алды, пятиэтапканы алды, одан кейін қан өнімін алды, одан кейін не алды, карандаш алды да. Содан өзі 2 карандашты қолданғаннан плюс 5-тен 1-ге түседі. Өзі 2 карандашты қолданғаннан. Сестрасына 2 қорап не қолданғаннан, жаңағы женскийді қолданғаннан 70 жастағы кісі 2 сағат көшеге шығатын болса 2 сағаттан артық жүре алмайды екен, памперс киіп шығады екен, бұтына жіберіп жатар кезде памперс киіп жататын кісі 2 коробка свечиден қазір памперс кимейтін болды деді. Одан кейін бауырының жаңағы інісі, олар общем тұқымдарымен сондай, общем жаңағы не псориаз ба сондай бір нәрсе, қан өнім бар ғой, 1 коробка қан өнімнен псориаз кетті деді ғой, 10 жылдық псориаз кетті деді. Классно. Вообще результат көп. Сондықтан да менде основной потребительдер, сетевиктер 1-2 ғана, қалғанның бәрі потребительдер. Соның өзінде мен 5 айда жетіп отырмын осындай дәрежеге. Ол өнімнің күштілігінен. Ол бір менің күшті. Неші жаңағы гинекологический біздің офиста бар ма Алматыда? Біздің офиста жоқ. Гинекологический жоқ, мозговой жоқ. Ол неге десеңіздер, сертификат, оның жаңағы женский өнімнің іші өте күрделі болғандықтан сертификаты әлі дайын болмай жатыр. Былай китайский чаттан алуға болады да? Китайский чаттан алуға болады. Содан кейін тағы да бір нәрсе, мозговойды да, жаңағы женский өнімді де мүмкіндік болса, жаңағы ыстықта көп ұстауға болмайды. Машинаның артына салып қойып жүрмеңіздер. Себебі ол капсула еріп кетеді екен. Еріп бір-біріне жабысып қалады, құрамын өзгертеді. Сосын ал свечи бар ғой, свечи вообще капсула болғаннан кейін еріп жоқ болып кетеді. Бірден кейін ішінде тұр деді ғой, ненің ішінде біз көрмедік. Бутылканың ішінде тұр, бутылканың ішінде тұр. Бутылканың ішінде тұр. Бізге келсе тезірек. Ол свеча әсер етпей ме? Мысалға нені, полипті кетіреді дейді, өтте тұрғаны. Өттегі тасқа әсер етпей ме? Қозғап жібермей ме екен свеча?
Ол полип женский ғой, ол женский жақтан айтып жатырмын, полип. Өттегі емес, женский жақтағы полип. Ол астыдан қолданылатын. Ана простатитта ер адамдар мысалы енді ұятты жоқ деген арт жақтан салады ғой енді ер Тампон адамдар. қылып қолданады, тампон қылып. Иә, бутылкасы бар. Тез әкелші. Ол жаңағы сырттан вагинальный қолданатын өнім ғой. Ол ішке қатысы жоқ қой, оны ішке қолданбасы, внутренний емес қой. Бізде внутренний пятитапка, одан кейін жаңағы не, мозговой, сосын не, бүйректікі. Сосын жаңағы өкпенікін көрдіңіздер ма? Нені? Өкпе өнімін. Вообще күшті көмектеседі. Ана неден ба? Китайский астма, сондай. Китайский сайт бар. Ана жерде жасыл өкпенің өнімі бар. Ол да рекламасын жібердік, енді подружкаларым сұрап жатыр да. Мен қазір 2,5 жаста балам, иә. Сәл күн ыстық суық болатын болса, не істеп қала беретін, жөтеліп, содан как раз март айында біз ауылға кетіп бара жаттық та, ауылға кетіп бара жатқанда маған пробаға деп, мен біреуін алдым ше. Пробаға деп біреуін алдым, ішінде 20 штук болады. Сонда мынанда 2 неден тұрады, 10-10-нан 20 штук болады ішінде. Сироп, жаңағы. Жоқ, сироп. Анау, агуша бар ғой, тура агуша сияқты. Агуша сияқты. Сонда осыны, енді 2,5 жасар балам, мынау миятаның дәмі бар болғандықтан ішпейді ғой, иә. 2,5 жасар баламның аузына шприспен гүркілдеп, қақырып, жөтеліп келе жатқан шприс, 2 граммдық шприспен аузына жібердім, содан кейін жөтелді ұмыттық қой. Содан кейін жөтелді ұмыттық. Сосын карандаш бар ғой. Карандашты міндетті түрде мен кеше жолдан келдім, иә, жолдан келген кезде жаңа ненің астында жатып, кондердің астында жатып, мұрным, тамағым бәрі бітіп қалған. Міндетті түрде карандашты қолдана беріңіздер. Кішкентай балаға да мұрнына мынау грипп болып келе жатады ғой. Мұрнына жақсаңыз кішкене жылайтын шығар, иә. Міндетті түрде тамағына жағыңыз. Одан кейін айналасына гаймориттер жақсы көмектеседі. Өте жақсы көмектеседі. Потом кім біреу көзін жағып, аскариды сияқты шықты ғой көзінен. Шықты ғой, иә. Тасбақа болып отырып, 5 айда мен жеткен кезде, Дархан мырза айтады ғой, 10%-ке келген адам міндетті түрде 60%-ке жетеді деп. Сондықтан да барлықтарыңызға айтатыным, мысалға қараңыздар, бинарды істейтін болсаңыз, сіз бір жағыңызды спонсор алып кетеді, бірақ сіз екінші жағыңызды қойсаңыз, оны 1 айдан кейін қоясыз ба, 2 айдан кейін қоясыз ба, ар кетсе 60 мың аласыз. Ал бізде сіздің 1 жағыңызды алып кете берсін, екінші жағыңызға 450 мың теңгенің 1 айдан кейін келетін болса, уже сіз келесі адамдардан 40% аласыз ғой, қарап отырсаңыз. 1,250,000 мың ар жағында үстінде қосылатын болса, общий 1,650,000 товарооборот болатын болса, уже сіз 50%-тесіз. Сіздің 1 жағыңыз кетіп қалса, қуаныңыз. Басқа жақтағыдай емес бұл жерде. Сіз уже крупный аласыз. Енді қараңыз, 1,600,000, 1 жағыңыз 50%-ке кетіп қалды, сіздің екінші жағыңыз, боковойыңыз жоқ. Сіз екінші жағыңызды 50%-ке қойдыңыз, 1,650,000 общий орында қойдыңыз. Уже сіз енді 1 адам тіркесеңіз, сразу, моментальный, мысалға 450 мыңға тіркедіңіз ба, сразу моментальный 200 мың қалтаңызда. 120 мыңға тіркедіңіз ба, моментальный 50 мың қалтаңызда. 30 мыңға тіркедіңіз ба, моментальный 13 мың, 14 мың қалтаңызда. Тағы да бір кереметі біздің компанияның кешбек. Кешбекке осы уақытқа дейін 30 товар тегін алдым мен. Қарап отырсаңыз. 30 товарды 25 мыңнан сатқанның өзінде, пожалуйста, қарап отырсаңыз, 750 мың теңге қалтамда уже. Сонда өзіңізге саласыз ғой өнімді ше? Бұл өзіңізге салған кезде не шыға ма? Доход? Қалай? Например, сіз өзіңізге саласыз ғой, например, өзіңізге аласыз ғой өнім. Сіз өзіме алам. 40% десе, например, өзіңізге продукция алдыңыз. Өзіңізге түседі сонда ақша түсінбей жағын? Ақша түспейді. Мысалы 50% демін дейін, мысалға. Сіздер 30 мың аласыздар ғой өнімді. Мен 15 мың алам. 15 мыңға аламдағыны мен оны 30 мыңға сатып жіберем. 15 мың қалтамда, еще 15 мыңға алсамда маған ол товарооборотқа 30 мың болып қосылады ғой.
соны айтамын, сол қосыла ма? Қосылады, 30 мың товарооборотқа қосылады. Мысалы, көп компанияларда жоғары қарай кетеді ғой. Ал бұл компанияда сізден басталады, кереметі сода. Сіз мысалға мен келіп қазір 2,5 миллион, 5 миллион ай сайын алып атырым ба? Сіз менен кейін келіп те менен көп ала аласыз. Мен 5 айда жетсем, сіз 1 айда жетесіз, сіздің неңізге байланысты. Бұл жерде, көп жерлерде басында кім тұр, қалғанның бәрі соған барып товарооборот келе береді ғой. Бұл жерде ондай емес. Сіз менен кейін келіп те, менен көп ақша таба аласыз. Мысалға, Үнжу Маржан ханымды білесіз, е? Кейін келді, Сайрагүл ханымнан да, Дархан мырзадан да. Бірақ ол кісілерден көп ақша тапты ғой. Күндігіне 1,8 миллион тауып отырды. Әдемі ғой? Әдемі. Қарап отырсаңыз, бұл жерде астыңызда 60%-ке адам түсті дейік, е? Сол командамен жасап жатыр ғой товарооборот. Сізге бірдеңке бара ма? Сізге бірдеңке бара ма? Барады, ол маған команда неме товарооборот бере береді ғой ол маған. Басқа командаларынан түсе береді ғой маған. Жалғыз бір команда емес қалған. Мына кісіден именно вот 60%. Ол кісіден командный бонусқа жинақтала береді. Ертең мен 60-қа шығам ғой. Сол кезде ол кісі 60-та болса да, ол кісі мысалы 2% тема, мен мысалға 4% жасасам, енді ол кісінің 2% маған қосылады ғой. Мен 4% жасайтын болсам, мысалға 11 миллион, 30 миллионнан жоғары қарай жасайтын болсам, мысалға, ол кісі 2% алады, ол екі кісінің арасындағы 2% разницасын мен алам. Арна ханым, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Сұраса бола ма? Сұраңыз. Сіз өзіңіз қандай қазір зарплата алып жатсыз примерно, мысалы? Мен айттым ғой, күнделікті рефералкадан ең азы 25 мың түсіп отыр, ең азы. Бір күнде 50 мың, бір күнде 180 мың, бір күнде 70 мың артылы. Ең азы бүгін болмады дегенде 25 мың, ал командный бонустан 10 күнде 2,8 миллион таптым. 10 күнде. Күшті. Сонда күндегісін күнде түсіп отыр ма рефералкадан? Рефералка күнделікті шешіп алсаңыз да болады, командный бонуспен жинап алсаңыз да болады. Мысалға мен қажеттілігіме кейде қажет болып қалса, күнделікті керегімді ғана шешіп алам, ақша деген су ғой, жаратылып кете береді. Ал қалғанын командный бонуспен қосып шығарып алып отырмын. Оны прямой Каспиға шығаруға бола ма? Любой Каспиге шығаруға болады. Любой Каспиге шығаруға болады. Жоқ, любой уақытта ма дегенім ғой, анында. Любой уақытта. Бүгін тұсыма, бүгін шығара аласыз. Ограничение жоқ. Жоқ. Түнгі сағат 12:01-де спонсорыңыз арқылы шығарып ала бересіз. Сізде ИП бар ма? Мен ИП-ні енді аштым. Негізі ИП бұрыннан бар болатын, мендеше басқа саламен. Ал осыған ИП-ні енді аштым. Осы уақытқа дейін спонсорымның несімен шығарып отырдым. Өйткені осы уақытқа дейін 1 миллионға жетпейтін болатын. Анау, 10 күнде 20 күні, 15 күні шықтым. 10 күнге 2,8 миллион оны жаңағы спонсорымның ИП-сімен шығардым. Қалғанын уже өзім аштым. Шығарғанда ИП болу керек, негізі, 1 миллионнан жоғары болса, міндет түрде ИП болу керек. Себебі сіздің спонсорыңыздың астында 5 адам бар, әрқайсысы шығара берген кезде қазір қысқарып кетті ғой. Уже сол үшін шығармайды да, сондықтан 1 миллионнан асып, өзіңіз тұрақты, сенімді болған кезде ИП аша берсеңіз болады. Кабинетте бонус деп тұрады ғой. Мысалы, ақша түсетте. Мына оң жағында кэшбэк па, бонус па, кэшбэк. Айттым ғой жаңа сізге. Соған сіз товар ала аласыз. Мысалға, көп компанияларда кэшбэк тұрады. Ішінде, мысалға, 40 кэшбэк тұрма, қарап отырсаңыз, біздің 40 баллда бір товар ғой, көп компанияларда сіз 40 кэшбэк тұратын болса, 40 кэшбэктің бәрін шеше алмайсыз. Мысалға, товарыңыз 10 мың тұратын болса, 5 мыңын кэшбэктен шешесіз, 5 мыңын қалтаңыздан төлейсіз көп компанияларда. Ал бізде жетіп тұрма, шеше бересіз ғой, полный шеше бересіз. 40 балл тұрма, 40 юан. Ал? Продукция алуға болады, Продукция аламысыз, продукция аласыз. Айтып отырмын мен сізге. Мен сөйтіп продукциядан осы уақытқа дейін 30 продукция алдым. Өзіңіз қолданасыз ба, сатып жібересіз ба, жоқ әлде жаңағы туысқандарыңызға сатасыз ба, оны өзіңіз білесіз.
А ол бонус әр коробкадан 1 балл түсе ма? Қалай саналып жатады Жоқ, ол? ол бонус сіздің тапқан табысыңыздан 10%. Мысалға, бүгін 2000 түсті ма сізге, соның Аха. 10%-і кешбекке кетіп отырады. Вот, понятно, енді түсіндім. Мгм. Неге мысалға сіздерге бүйтіп айтады, иә? Тіркелген кезде әр адамнан 10%, 20% рефералка аласыз дейді, иә? Мысалға 30 мыңға адам тіркесеңіз, сізге 2750 теңгедей түседі ғой, иә? Таза Аха. 3 мың түспейді ғой. Себебі Иә. ол жерде НДС бар дейді, еще кешбекке кетіп отыр ғой сол жерде сізде. Сонда бәрібір сіз қарап отырсаңыз, бәрібір ұтылып атқан ештеңкеңіз жоқ. Я жазылған адамдарды сөйтіп түсіндіреміз ғой онда. Оларда сұрайды ғой. Мысалға адамдар бүйтіп айтады да, бүйтіп айтады көбісі ше, ол бірінші жазылып отырған адамға сіз ше, кешбек, сешбек деп түсіндіре алмайсыз. 10% деп айта бересіз, бірақ сол кезде айтып кетесіз сіз. Бұның ішінде 30 мың теңгенің ішінде НДС бар деп айтсаңыз, уже ары қарай түсінікті ғой. Товардың сумасынан 10% түседі десеңіз, ешкім де жалпы жасамайды. Сіз жеткізсеңіз ақпаратты дұрыс не істейді? Иә, бәрі өзіңізге байланысты. Иә. Сонда ана полностью чистка жасайтын не бар ғой? Қан тазалайтын. Оны 1 аптаға жете ма сонда несі? Иә, 1 аптаға жетеді. 1 аптаға арналған. 1 аптаға арналған, иә? Ұмытып барасыз. Тамақ ішпеу керек, ештеңке ішпеу керек па сонда? Өзінің кашасы бар. Ол жерде 5 өнім, 5 өнімнің біреуі ЖКТ, ішек құрылыстағы түгел шлактарды тазалайды. Екіншісі қан өнімі үйіп қалған қандарды, қысылып қалған қандарды, тромбтағы мусорларды тазалайды. Үшіншісі майыдырататын жиробой гепатоз. Ол жаңа бауыр бүйректегі майды ыдыратып шығарады. Ал қалған 2 өнім пептидный каша мен коллаген, ол екеуі сізде шығарды ғой, тазалады ғой, соны ары қарай толықтырады. Ол 1 апталық ашығу ғой бұлай айтқан кезде. Иә, детокс сияқты ғой. Детокс Қанша еді осы полный комплекс қанша тұрады? 167 мың, где-то 525 па сондай. Ішіне қанша өнім кіреді сонда соған? 2 пептидный кашаңыз кіреді, одан кейін коллагеніңіз кіреді, ЖКТіңіз кіреді, одан кейін жаңағы жиробой гепатозыңыз кіреді, қан өнімі кіреді. Мысалы, соны қолданар алдында анализ тапсырып барып, сөйтіп бәрін көріп барып, сөйтіп жасау керек шығар? Өзіңіз үшін тапсырсаңыз да болады. Өзіңіз үшін тапсырсаңыз болады. Что результат қандай болмаса, соткаға түсіріп алып, мысалға жаңағы бесіңізді соткаға түсіріп алып, тілдің астын соткаға түсіріп алып, денеңізді соткаға түсіріп аласыз да, одан кейін ішкен кезде кәдімгідей результат көрінеді. Арнахан, мына калаш двойной эффект бар ғой, анау матчы. Келешоу. Ма, содан результат бар ма? Результат бар, холкадан результат бар. Сосын қолын көтер алмай қалған адам 2 ай бұрын сынғаннан кейін қолын көтер алмай жүрген, сол кісі массаждың көмегімен 1-ақ күнде қолын көтерді. Аяқ тізесіне көмектесе ма? Сосын менің командамда Шымкенттің Динара деген қызы жазылған болатын басында. Ол кезде ол крем жоқ еді ғой, иә. Содан бір акция болған кезде кремді алады да, просто аяғы ауырады екен, кешке шаршап келіп. Сол кезде аяғына жағып жүреді. Күндердің күнінде мынау көбінесе бас бармақ деп айтамыз ғой, бас бармақтың жанында кость болады ғой. Сол косттың кеткені бар. Менің командамда сүйінші сұрап тұрып жазды. Варикозды кетіреді дейді, сол чын ба? Варикозды кетіреді. Результат бар бізде. Варикозды кетіру үшін қайсысын қолданады? Жаңа пятиэтапкадан да кетіп жатыр, сосын жаңағы келешоу маз бар ғой, екеулік крем. Иә, ішінде 2 крем. Крем, 2 крем бар. Содан кетіп жатыр, сосын кейбір кісілер, енді көп алып алған кісілер карандашпен де кетіріп жатыр. Жақсы. Ана тугоухость деген неден бар ма? Аурудан. Құлақ естімейді ғой? Не бар ғой?
Карандаштан бар ғой результат. Менің бір жаңа клиентім бір карандаш Туа біт- бітірді. И туа әлі бітті ма? не естімей жатырмын дейді да. Мен айтып жатырмын, может, у тебя этот врожденный ма или что? Сондай Вот, шығар дедім. соны білу керек. Врожденный болса, бұл енді результат көмектеседі деп енді айта алмаймыз. Бәрі бір Алланың қолында ғой. А если киім болғандар болса, көмектесіп Приобретенный жатыр. болса, да? Сосын айта қойыңызшы, перебитый перепонка екі жақта да төбелескен ғой, сонда құлағын перепонкаларын жарып тастаған. Соған көмектесе ме екен? Құлағы естімейді. Бар ғой, алғадан бар ғой бір не, видео. Жан-жағыңызға қарай бастайсыз, уже результат шыққаннан кейін. Бір адамға, мен айтам, адам жоқ десе, жаным деймін, терезеден қарашы, көшеде кімдер дейін да, қарап отырсаңыз. Немесе тойға барасыздар, адам жоқ дейміз, той жасасаңыздар, жоқ деген кезде 100 адам болады ғой, дұрыс па? Сол 100 адам шақырасыз, еще бір 10-20 адам ренжіп, неге мені шақырмадың дейді да. Айналамыздың бәрі адам, Қазақстанда 18 миллион адам бар деп айтам мен. 18 миллионның бәрі жымонда жоқ. Одан қалса әлемде 8 миллиард халық бар. Сондықтан да бәрімізге жетеді. Алла берекесімен берсін, не де берсе. Яғни қызғанбаймыз, біреудің табыс тауып жатса қуанамыз. Сондықтан да Алла әркімнің несібесін өлшеп беріп қойған сол. Бірақ шүкіршілік деген нәрсе бар. Шүкіршіліктің де шүкіршілігі бар. Үзіліп кетейін деп отырған адамда шүкіршілік айтады да. Бірақ шүкіршілік айту керек. Бірақ сіздің қолыңызды Алла тағала қол берді, көз берді, аяқ берді, уже нәтиже әрекет жасау керек. Күнделікті әрекет міндетті түрде мақсатқа жеткізеді. Сондықтан да тоқтамаңыздар деймін. Алла тағала берген несібесін берекесімен берсін. Деніңіз жаңағы ем іздеп келген кісілерге Алла дертіне шипа берсін. Баршаңыз бар болыңыздар, бай болыңыздар, байса қазағым байсын. Сондықтан да баршаңызға сәттілік тілеймін Жимон корпорациясынан. Осымен енді презентациямыз аяқтайық, сұрақ жоқ болса. Рахмет сізге. Сұрақ жоқ қой, иә? Мгм. Аха. Жақсы, баршаңызға. Неге тастайтын шығар? Чатқа тастайтын шығар записін. Хорошо. Аха, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.